қыстың күні кез келген тағаммен қоса жейтін дәмі ерекше шығатын аджиканың рецептімен бөлісетін боламын. Мұқият қарап шығыңыздар. Бізге ең алдымен қызанақ қажет болады. Дәл осылай турайсыздар. Қызыл болгар бұрышы, қызыл бұрыш, чеснок, сәбіз, тұз, шекер және сұйық май қажет болады. Барлығын грамм описанияда тұр, және де дәл осылай ет тартқыштан жақсылап өткізетін боласыздар. Сіздер аджиканы қалай жасайсыздар? Басқаша жасасаңыз, комментарийға бөлісіңіздер, немесе дәл осы рецептпен жасасаңыздар да қалай шыққанымен бөліссеңіздер жақсы болар еді. Дәл осылай барлығын өткізіп, қазан немесе кастрюльгаға құйып, осылай тұзын саласыздар да жақсылап ожаумен араластырып, бетін жауып, орташа отта қайнағанша пісіріп аласыздар. Бір рет жақсылап қайнап шыққаннан кейін үстіне бір кішкентай қасық көлемінде уксус және де шекерді саласыздар. Шекерді салғаннан кейін тағы да араластырып жарты сағат қайнатып қоясыздар. Осы орайда банканы және де крышканы булап қойды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде маңызды ол. Дәл барлығын булап болғаннан кейін дәл осылай піскен аджиканы құйып шығасыздар да аузын мықтылап жақсылап жапсаңыздар болды. Міне осындай керемет рецепттердің басқаша түрлерін көру үшін менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Мен сіздерді міндетті түрде каналда күтетін боламын. Оригинал, жаңа, керемет рецепттермен де бөлісем деп уәде беремін. Қараңыздар, керемет, сочный, әдемі аджика. Дәмі де өте ерекше болады. Шекер, сәбіз қосылғандықтан, сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерден кері